Осы алтын қоңызды барлығы алғыш, бірақ алып қолдануын білмей, бүйрегіне приступ беріп больницаға түсіп жатқандар өте көп. Кеше ғана хабарласқан бір кісі. Оны енді приступ бергенмен қоймай, тағымда жалғастырайын ба деп қойды. Енді бүйрегінде тас тұр, басқа тұр, зәр жолына, каналға тұрып қалған. Ондай жағдайдан алдын алу үшін алдымен УЗИге түсіңіздер. УЗИге түскен кезде аш қарынға барсаңыздар, өттікін тексеріп береді, тоқ қарынға барсаңыздар, бүйректі түсіре береді, тас бар жоғын біледі. Енді комплект деп айтсаңыздар түсіріп береді. Бұл алтын қоңызды тас бар болса ішуге болмайды. Маманның кеңесі, то есть алтын қоңызды менен алған жағдайда мен өзім онсыз да күнделікті айтып отырамын. Қолдану жолын алдын ала УЗИге түсу керек екендігін. Ал егер мына бір танысымнан ала салдым, мынадан ала салдым, үйттім, бүйттім, ақырында больницадан бірақ шықтым деген сияқты мәселелер көбейіп жатыр. Егер сізде дұрыс маманға жолығып, осы алтын қоңыз арқылы простатиттен толығымен емделгіңіз келсе, 877-257-14-19 WhatsAppқа жазыңыздар. Мына жақта ешкім отырған жоқ, тек назарыңызды ұстау үшін осындай видео шығарылды. Барлықтарыңызға ем болсын. Простатиттен емделу үшін алтын қоңыз халық емі, осыны алып қолданыңыздар.